Ал Мадинаға теңіз стилі таңдалды. Басты ерекшелік киімге теңізшілердің элементтері қолданылады. Ой, қыздар қандай әдемі бар. Сонымен қатар бұл стильдің ең басты құрайтын үш түстен құралады. Ол ақ, көк және қызыл түстердің қосындысы. Сонымен қатар алдымызда көктем келе жатыр дегендей, осындай ақ шалбарды, мойындағы орамалы, басындағы берет дегенде бәрін осы күз немесе көктем мезгілінде киюге болатын теңіздік стильдің бағыты деп айтсам болады. Ал енді осы болады. Ал қыздар, өздеріңізге ұнады ма бүгінгі образдарыңыз? Әрине ұнады, рахмет сізге осындай кеңестеріңіз үшін. Енді өзіміздің гардеробымызға осындай киімдер мен толығады деген ойдамыз.